Әншілер қауымына Қарақат 6 баласы бар. Әне бір Баян Есентаева деген қатын самолет мініп жүр, қайта былай да былай. Әне бір тағым бар, жөліктер кіл. Фонограмма өлі айтып, елді қырбастан. Неге сендерге медал береді осы? Неге медал алуға ұялмайсыңдар? Медал алдыңдар ма? Міне осындай кісілерге спонсор болу керексіңдер. Ұялып беру керексіңдер. Түсінікті ма? Мен ұялып бердім 16 адамға 2 жылда. Бірақ менің өзімнің айналам ол бәрі. Кеше менің де туған нағашымның осындай үйі өртеніп кетті. Мен айттым, жазда көмектесем ертең дедім. Үй салуға. Неге ұялмайсыңдар сендер? Мына әншілер, мына спонсор байлар біздің Қазақстанда. Үйлеріңізге бомба түскір. Істеңдер давай, мына кісілер көмектесіңдер. Масқара ғой, Қарақыста 5 баласымен далада қалған. Без комментарий Алматының әкімі. Саған бір елкі құр деген жоқ, саған салют ат деген жоқ, бәленбай мың. Керек емес салюттан бір жерге тық қойды, короче. Мыналарға көмектесу керек. Қашанғы халықтан ақша жинай бересіңдер, қашанғы халықтан жылу жинай бересіңдер, қашанғы біз іштарап төлей береміз, төлейміз. Хотя мына кісілерге көмектесіңізші. Мына кісілер подвалға қойған, сіз подвалға қойдыңыз, сен қарашы. Жоқ, қойған жоқ, сол жерден бір жаңағы әкімшіліктен тегін берілген үйлер бар екен, бұрынғы жаңағы стаж бойынша жұмыс істеген, соны сот бойынша тартып алған квартиралар бар екен. Сол квартираға 30 деді ма квадрат метр подвалда, сол жерде тұрыңыз уақытша. Бірақ сот болып жатыр, егер де сот болған жағдайда сіз ол жерде босатасыз деді. Мен қалай тұрамын, мен ай күнім жетіп отыр, мен 37 неделя. Мен босанып қалсам, мен ертең қайда барамын 5 баламен. Ана елдің баласын. Только біздің жаңағы Қаракемер ауылдық округтың әкіміне 1000 алғыс. Сол кісі халыққа жиналып, халықпен жаңағы қаражатын жинап, ол кісінің қолында тұр. Ертең күні сол жаңағы Қанша ақша тұр? миллиондай ма, сонда 600 мыңдай білмеймін. Ұялмайсың ба? Біздің билік басындағылар соқыр ма, или саңырау ма, мұны бәрін көріп бақылап отыр ғой. Қазақстандағы мысалы халықтың әл-ауқатын, жағдайын бәрін біліп отыр. Мысалға Қытайдың көлігі қаптады қазір. Автосалондарда барасыз, миллион теңге, әр кеткенде 1,5 миллион теңге бересіз, қалаған көлігіңізді мініп кете бересіз. Айына 200 мың, 250 мың теңге төлеп 8 жылға міне бересіз. Тура осындай қылып үй алуды жеңілдетсе ғой біздің қазақ. Мына биліктегілер бар ғой әсіресе. Біздің саңырау соқыр биліктердің құлағын естіртіп, көзін ашса екен осы. Үйсіз көп жүргендер көп, өздері де жаңалықтан айтып жатыр, бізде мынандай халық үйсіз, мынандай процент халық үйі бар, мынандай процентінде үйі жоқ деп. Айналайына тура осы машина алғанда жеңілдетіп берсең, әрбір қазақ үйлі болады, әрбір қазақ үйлі болады. Машинадегідей тура 1,5 миллион первоначальныймен айына 200 мың теңгеден қылып берсеңіз, кез келген қазақ үй алады. Сіздердікіне осыны көрмей, естімей, білмей отырған мен сіздерге таң қалам бар осы билік басындағыларға. Халық сеніп сайлаған Нартайың, Ринатың, Мақсат Толықбайың, Ардақ Назаровты вообще айтпай-ақ қойын. Оны лучше билікке бармай-ақ уағыз айтып жүре бергенін жақсы еді. Шындап келгенде. Халықтың ашынатыны осыдан ғой, халықтың күйінетіні осыдан. Қазір қарап отырсаң автосалондарда иттің итақайы барып алып отырсың. Басында үй жоқ. Жилстрой дегенді вообще айтпай-ақ қой. Жилстройға барсаң, бір үйді тауып алып барсаң, оның жылы сәйкес келмейді, ескі деп берсе, қаншаға болса да мысалға. Ол деревень үй ала ма, гараж ала ма, сарай ала ма берсе, халық зато үйлі болады. Сендердің бағаларың деген әкесінің құнын сұрап тұр, 50% дейді. Үйдің бағасы 20 миллион, оның 50% 10 миллион теңге. Есептей беріңіз. 10 миллионға лучше ескі үйден бір еп комната үй алып тұрған жақсы емес пе? Осындай жағын неге жеңілдетпейді, осындайларды неге көрмейді, неге естімейді? Осының бәрі өздерінің шығарған заңдары. Былай қарап отырсаң, даму деген бағдарламаларыңыз бар сіздердің. Барсаңыз, доходыңыз жетпейді, АЭС-қа барып көмек сұрасаңыз, доходыңыз көп дейді. Миға сыймайтын заңдарды шығарарда неге осы бір-бірлеріңізбен ақылдап шығармайсыздар, есептеп, қарап. Мына халық сеніп сайлаған Ринаттар қайда, Мақсат Толықбай қайда, Нартай Аралбайұлы қайда, осылар неге жеткізбейді билікке? Айналайындар, қолдарынан ештеңе келмесе, босатып тайыңдаршы. Өзі айтыстарыңда, домбыраларыңда, жаңалықтарыңда жүре беріңдер, сөзі құрсын. Зато халықпен бірге боласыңдар. Құрметті қазақстандықтар, қазақтар, мынау Астана Щучинск жолындағы бүгін соцсетте шығып жатқан жүздеген машинаның жол апатына ұшырауы. Осы жерде комментарийінің кейбіреулерін оқысаң, бәрі айғайлап айтып жатқаны, водительдердің өздері, жүргізушілердің өздері кінәлі, боранда жолға шығып несі бар еді деген сықылды әңгімелерді көп айтып жатыр. Негізі олай емес. Жаңа жылдан кейін, жаңа жылда туған туысқандарын айналдырған 3-4 күндік демалыста
туған туысқандарын, әке-шешелерін, інілерін, или жолдастарын құттықтау мақсатында, бір-бірімен көрісіп қалу мақсатында жолға шыққан азаматтар барлығы өзіміздің қазақстандықтар. Енді кінәлі кім дейтін болсақ, бұл жерде кінәлілер өте көп. Жолдың апатты тайғанақ жол болатынын алдын алмаған Қазавтожол деген мекеме бар. Ол бір. Екіншіден, гаишниктер бар, сосын қауіпсіздік дейма, ЧС дейді жаңа, чрезвычайная ситуация. Осы үш мекеме бірігіп, ауа райын болжағаннан кейін жолдың қауіпсіздігін ескеріп, жолды жауып, жүргізушілерді о жерге жібермеу керек еді. Алайда енді осының жолын табу үшін кінәліні іздемей, әр жүргізушілерді мына барлығы қарасаң әртүрлі сақтандыру мекемелерінде сақтандырылған ғой. Солар сақтандыру мекемелері негізінде алып, осы үш мекемені жаңа мен айтқан сотқа беріп, өздерінің юристтерімен бірігіп сотқа берсе, міндетті түрде жеңіске жетеді. Андағы қақтығысқа машинаның бәрін шығын төлетуге болады. Ал енді сақтандыру мекемелері оны істемейтін себебі олардың құрылтайшысы дейміз ғой, жаңа учредитель. Соның өздері ана билік басында отырғандар. Қарап отырсаңыз қазір, мен ойлаймын, кезінде ана Назарбаевтың кезінде жаман шал кет деп айғайлап алдық та ол кетті ғой. Қарап отырсақ, қазір мына президентіміз Тоқаев басқарып отырған билік одан да сорлы жағдайға келіп қалдық па деп ойлаймын. Себебі Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты алсаң, ол сыртқы саясатпен басы қатып жүрді, ішкі саясатқа мүлдем мән бермей, аяғында жемқорлардың көкесі осы жерден. Әр жүргізуші осы жолмен жүргенге жаңа ақылы жол дейміз ғой, жүрген сайын қаншама ақша, қаншама миллиардтаған ақша түсіп жатыр жолға. Қазір ушуды көбейтпей-ақ, сол ақшаменен ана сол жолда қақтығысқан машиналардың, көліктердің шығындарын Қазавтожол жабасаса бір көлге тамған тамшыдай ғана болып есептеліп қалар еді. Алайда құлқын тескен Қазавтожол болсын, басқа болсын, жаңа құлқындарын тескен адамдар ол байыған сайына байық деп, ұрлаған сайын ұрлайық деп күннен күнге осылай істеп отырған жағдайы бар. Ал енді бұл жерде қарапайым халықты кінәлау керегі жоқ. Керісінше қазір сол жерге түскен сотқа барады істері, барғасын өздері шығынға ұшыраған, көліктері шығынға ұшыраған жүргізушілерді тағы да алады да, соттар отырып алады да, штрафтың әкесіне басады жақсылап тұрып. Сонымен не болып бара жатыр, мен түсінбеймін. Сол жолда жүру үшін ақы төлейсің, одан кейін қақтығыссаң штраф төлейсің. Осындай заманға кеп тірек қойғанына таңғаламда. Қасым-Жомарт Кемелұлы, сіз кішкене Қазақстан президент болып сайланғаннан кейін осындайлар ғана астыңызда отырған бүкіл правительствоның істеп отырған тірліктеріне де мән берсеңізші. Мүмкін 25 жыл солардың бәрін көзін құртып, отставка жіберіп, таратып, мүмкін қайтадан бір басқа билік құратын шығарсыз. Сіздің жаңа Қазақстаныңыз бұрынғы ескі Қазақстанымыздан да сорлы болып бара жатқан сықылды болып көрініп отыр мына правительствоңыздың арқасында. Мен Асан Смағұлов, Алматы қаласынан.